Мақпал Жүнісова Заманбек Нұрқаділов туралы естелік видео жариялады. 15 қаңтар мемлекет және қоғам қайраткері, саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың туған күні. Мақпал Жүнісова әлеуметтік желідегі парақшасында марқұм күйеуі туралы естелік видеолар жариялады. Бүгін 15 қаңтар Зәкеңнің туған күні. Біздің туғандар Құран бағыштауда. Халқыңыз да сізді ұмытпайды. Зәке, топырағыңыз торқа болсын, амалым қанша деп жазба қалдырды өнер иесі. Желідегілер әншіні жұбатып басу айтты. Артынан бір жаман сөз еремеген асыл ағамызды біз де болашаққа айтып өтеміз. Бұйырса, сіз де осындай алып азамат таңдаған жар, халық таңдаған ең таңдаулы әншісіз. Қазақтың бір туар азаматы. Зәкеңнің жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын. Иә, еліне, елеулі халқына қалаулы тұлға. Құрметті Мақпал ханым, сол кісінің шаңырағының отын өшірмей, әр заттың көзіңіздің қарашығындай сақтап, оны халық көретін музей ашып қойғаныңызға мың алғыс. Жаны жанаттың төрінде болсын, жатқан жері жайлы болсын. Мерейіңіздің қызығын, рахатын көруге Аллам нәсіп етсін, деп жазды желі қолданушылары. Заманбек Қалабайұлы Нұрқаділов 1944 жылы 15 қаңтарда Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. Қазақ КСР мен Қазақстан Республикасының мемлекет және қоғам қайраткері, саясаткер, Кеңес одағы кезіндегі Алматы қалалық атқару комитетінің соңғы төрағасы. Заманбек Нұрқаділов көзі тірі болғанда биыл 79 жасқа толар еді.